Мгм. Так, ондай болса, бүгінгі тақырып бізде оқулық беттері деген тақырып. Біз бағана айттық, үй жұмысынан бір екі есеп шықпай қалды дедіңіздер, иә? Давайте ондай болса, шықпай қалған есептерді бір қарап жіберейік. Мгм. Қайсы есептер шықпады дедіңіздер? Осы бірінші есепті апай что-то мен кішкене түсінбедім да. Бірінші есепті былай шығардым, негізі 2880 болды. Мгм. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Ал давайте көрейік, былай дейді. Галстуктың бағасы алғашқыда 20%-ға қымбаттап, екінші ретте соңғы бағасы 20%-ға арзандап, 2880 теңге болды. Галстуктың алғашқы бағасын табында. Бұны шығарудың бірнеше варианты бар. Мысалға, вариантпен шығаруға болады, теңдемен шығаруға болады, немесе обратный жолмен жүріп шығаруға болады. Наоборот, 20%-ға қымбаттатса, арзандатып сөйтіп сөйтіп. Ну, давайте теңдемен шығарайық. Алғашқы бағасы какой-то X болсын. Ол 20%-ға қымбаттаса қанша пайыз болды? 120% болды. 100-ге 20 қосылады. Значит, көбейтеміз нешеге? 1,2-ге, иә? Соңынан сынағанда 2 болып бітір қоямыз деп айтып едік қой. Одан кейін бұл бағасы уже не істейді? 20%-ға арзандайды. 20%-ға арзандаған кезде біз заново 100%-дан азайтамыз, иә? 100-ден 20-ны азайтсақ уже 80%. Значит, көбейтеміз 0,8-ге. Вот өйстіп арзандап бір нәрсе болып бізге шығады екен 2880-ге. Значит, x тең болады 2880-ді бөліп жіберемін 1,2 көбейтілген 0,8-ге. Болды, осыны істей салсақ есеп шығады. Сонда бөлеміз. 3000 шығады екен. Иә, 3000 шығады екен. Сонда бізде жауабы С жауап болады екен. Түсінікті ма? Иә, апай түсінікті болды. Тағы сұрақ. Қалғандарын да солай шығарамыз ба негізі, апай? Енді бір екі есепті аяқталмай қалды. Қай есептер? Осындай екінші есеп шықпай қалды. Осы бірді шығардым, екінші есеп шықпай қалды вообще. Екіде былай дейді. Өткен жылы АИ 92 маркалы жанармай бағасы 120 теңгеден осындайға қымбаттады. Жанармай бағасы неше пайызға? 125 бастапқы бағасы, ол 100% болады, иә? Жаңадан ол 158 болды, осы x пайыз дейміз де, пропорциямен шығарсыламыз ғой. 158-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 125-ге. Вот сонда 158-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 125-ге. 126-да 4 дейді. Значит, 26-да 4 деген бастап проценті 100 ғой. Потом 126-да 4 болыпты. Значит, 126-да 4-ке қымбаттады, иә? Д вариант. Тағы? Сәлеметсіз бе? Ең соңғы есеп шығара алмай қойдым. Ең соңғы есепті. Ең соңғы есепте жақсы. Былай дейді. Ертеде бір кісі мынадай өсиет қалдырыпты деседі. Егер менің әйелім ұл туса, онда оған барлық қазынамның 3/2 бөлігін, қалғанын әйеліме беріңдер дейді. То есть, получается, былай дейді. Кім бар екен? Сосын айтады. Ал әйеліме ал егер де әйелім қыз туатын болса, онда оған қазынамның 1/3 бөлігін, ал әйеліме 2/3 бөлігін беріңдер деген. Сонда әйелі егіз ұл мен қыз туыпты, сонда әйелі қазынаның қандай бөлігін? В общем, ұлы бар, әйелі бар, қызы бар, иә? Енді қараңдар. Егер ұл туса дейді, ұлына 2/3-ін, әйеліне қалғанын, яғни 1/3 кетеді, иә? Одан кейін барып егер қыз туса дейді, әйеліне наоборот 2/2 кетеді, қызына 1/3 кетеді, иә? Осылай тұрады ғой. Енді осы жерден бізге одновременно ұлда қыз туыпты, сонымен әйелінікін табу керек. Біз не істейміз? Мына ортаға қайсы болып тұр? Мына әйелінікі ортақ болып тұр, так? Осы ортағын біреуге келтіреміз. Оны қалай келтірсем болады? Мен мына 3/1-ді 2-ге көбейтсем болады ғой. Қазір 3/1-ді мен 2-ге көбейтсем 3/2 болады, иә? Вот как раз астындағы 3/2 шығады да. Бірақ бұны 2-ге көбейтсең, ол мынаған да көбейтіледі, иә? Енді көбейтсек не болады? 3/2-ні 2-ге көбейтсең 3/4 болады. Иә? 3/1-ді 2-ге көбейтсең 3/2 болады. Астындағы сөз тұра береді. 3/2-ден 3/1-ге. Екеуі бірдей болды ғой. Бірдей болса, уже біріктіріп жасасаң болады. 3/4, 3/2, 3/1 деп, иә, осындай қатынаста болады екен. Енді жеке-жеке получается ұлы не деген сөз? Ұлы алады екен 3/4x, әйелі алады екен 3/2x, қызы алады екен 3/1x. Енді үшеуі бірігіп бір қазынаны бөліп жатыр ғой. То есть мына бөлікпен берген. Осы үшеуінің қосындысы тең 1-ге деп біз теңдеуіш шығарып x тауып алуымыз керек бірінші шаг. Сонда жазады екенбіз 3/4x қосылған 3/2x қосылған 3/1x тең болады 1-ге.
Енді бөлімдері бірдей, бәрін алдына көтере салсам болады. 4х қосылған 2х қосылған х тең болады 1-ге. Қоссақ, мынау 1х, қоссақ бұл бізде 7 бөлінген 3х тең болады 1-ге. Онда бұл жерден х тапсақ, х тең болады мынау 3 көбейту болып барады, себебі сол жағында бөлу болып тұр. 7 керісінше бөлу болып барады. Сонда х тең болады екен 3 бөлінген 7-ге. Енді бізге әйелін сұрап тұр. Әйелінікі қандай болып тұр? Мынау болып тұр, е? 3-тен 2х. х-тің орнына апарып мына шыққан мәнді қоямын. Мына екеуі қысқарады, шығады бізде 7-тен 2. Получается, әйелі бізде 7-тен 2 бөлігін алады екен. Түсінікті ме? Түсінікті. Иә. Өзің капиттерің қайда өткендегі? Мен есепті былай шығардым. Кеше шашудан шыққан капиттерің қайда? Жең соны. Апай осының оңай жылы жоқ па? Мен былай шығарған едім. Аха, қалай шығады? Баласын, так, қалай шығардым мен? Баласын 2 әйелі деп алдым. 2 есе көп болады екен ода. 2х қосылған. Так, әйелі өзі бар, х плюс әйелі, так, қызынан 2 есе, қызы әйелінен 2 есе алу керек, демек х бөлінген 2. Қосқан кезде 3х бөлінген 3х қосу, х бөлінген 2 ол 3,5х болады. 3,5х тең болады 1-ге, соответственно х тең болады 1 бөлінген 3,5, оны 2 көбейтеміз, 2-ден 7. Дұрыс. Так тоже можно. Бұл соотношениемен шығарған тұр, е? То есть қалай шығарды дейді? Былай дейді. Бізде бар әйелі бар, бізде бар. Енді ұлы мен әйелі десе дейді, ұлына үшеудің, то есть үлкен бір қазына, допустим, 3-ке бөледі. Ұлына әйелінен 2 есе үлкен беріп тұр ғой, допустим, әйеліне х берсе, ұлына 2х береді деген сөз, е? Көшеңіз. Мгм. Осы есепті басынан бір түсіндіріп жібересіз бе? Мен что-то түсінбей қалдым. Оңайырақ екінші жолмен көрсетейін, мынау тезірек сияқты, е? Сонымен бізде ұлы, әйелі, қызы дейді. Айтады, егер ұл туса дейді, қазынасын 3-ке бөледі да, 2-ін ұлына береді. Қалғанын әйеліне береді. Егер де қыз туса дейді, қазынасын 3-ке бөлінеді да, 2-ін әйеліне береді, қалғанына қызына береді. Енді қараңыздар, пусть әйеліне х берсін, е? Вот әйеліне х берсін. Ұлына ондай болса, әйеліне қарағанда 2 есе көп береді ғой. Значит, ұлы 2х болады, е? Енді егер де әйел мен қызы туылса, ондай болса, әйелі х алса, қызы осынан наоборот 2 есе азырақ алады ғой. Енді әйелі х болса, қызы одан 2 есе азырақ, значит, х бөлінген 2 алады, е? Енді бұл барлығы біріккенде бір қазынан береді ғой. Үшеуінің қосындысы тең болу керек 1-ге. Енді мынау 2х қосылған 1х қосылған х бөлінген 2, ол 0,5х деген сөз, е? Тең болады 1-ге. Сол жағын қоссақ, 3,5х тең болады 1-ге, яғни х тең болады 1 бөлінген 3,5. Бұл Апай, бір қайдан шықты бізде мына жерде? бірді өзіміз алып алдық. Себебі бұл бір қазына, қазынаның конкретный санын бермеген ғой, санның бөлігі сияқты. Типа бір целый қазына тең 1-ге деп теңестіреміз всегда. Санның бөлігі деп шығарғанда сөйтуші едік қой. Всегда бір кусокты 1 деп белгілейміз, содан шыққан. Вот. Енді 0,5 сонда апай мына жерде 1-дің жартысы ма ол? 0,5, енді х бөлінген 2 не деп жазсаң болады? 1 бөлінген 2 көбейтілген х десең болады ғой. А 1 бөлінген 2 ол 0,5, е? Вот сөйтіп жазылдық. Вот. Ал 3,5 деген не ол? 3,5 деген сөз, ол бізде мына жақтан бүйтіп жазсақ болады, е? Х бөлінген 3,5 демей-ақ. 3,5 деген ол бізде 7 бөлінген 2х деген сөз, е? 3,5 солай ғой. Сонда х тең болады 2 мен 7 ар жаққа кері кетеді, е? 2 астында тұрса үстіне көбейтіледі. 7 үстіне тұрса керісінше астына бөлінеді. Сонда бұл бізде 2 бөлінген 7 шығады екен. Вот так тоже можно, е? Сонда 2 бөлінген 7. Түсінікті ме? Иә, осылай түсінікті екен. Осы жеңілірек. Сұрақ бар ма тағы? Апа, 5-ші есепті көрсетіп жібересіз бе? Так, 5-ші есеп. Былай дейді, Санжар бірінші жылы ағылшынша сөз қорын 20%-ға жақсартты, ал келесі жылы ағылшын сөздерін жаттауға қойды да 20%-ын ұмытты. 3-ші жылы тіл орталық болса осылай. В общем, мына жақта есептен индебеттік ешқандай конкретика болмаса, өзіміз беріп аламыз мәнін, е? Допустим, ол 1 болсын. 1 деп алайық. Санжардың сөздік қоры 1, осы и есть 100%, е? Или давайте 100 деп алайық. 100 деп алдық алдыңғы есептерде, давайте 100 деп алайық, қандай болса. Бастапқы сөздік қоры 100 болсын. Сөздік қорын 20%-ға арттырады. Значит, 100-ді не істейміз? Көбейтеміз қаншаға? 1,2-ге. Неге 1,2? Себебі 20%-ға артты десе, 20%-ды 100-ге қосып 120% деп аламыз, е? Ал 120% ол 1,2.
Потом келесі жылы ағылшын сөздерін жаттауды қойды да 20% ұмытты. Уже 120-дан емес, обратно 100 деп санаймыз да, 100-ден 20-ны азайтамыз, өйткені 20-сын ұмытып қалады. 80% болады. Осының 80%, осының көбейтемін 0,8-ге. Үшінші жылы тіл орталығын ағылшын тілі курсына барып сөз қорын 50%-ға жақсартты. 50%-ға жақсартты, значит 150% болады, 50% асты, қосып алды деген сөз. Көбейтеміз, онда 1,5. Сол кезде Санжар сөздік қоры бастапқымен салыстырғанда неше пайызға? Енді мынаны көбейтіп шығайық. 100-ді көбейтеміз біз 1/2-ге, көбейтеміз 0,8-ге, көбейтеміз 1/5-ге. Бізде шығады 144. Енді қараңдар, бастапқы 100-і 100% болса, 144, понятное дело, тоже 144%, е? Не істеді сонда? 44%-ға өсті, е? Вот 44%-ға жоғарылады. Түсінді ма? Мен бастапқысын алмағанмын ғой, получается. Тағы сұрақ бар ма? Сонда апай осындай немен келсе, өзіміз 100 қойып есептей береміз да? Если конкретика болмаса. Мысалы былай десем, 20%-ға асты, ұмытты, сөйтті, соңында битті, 50%-ға жақсартқанда сөздік қоры 500 болды десе, уже конкретика бар, е? То есть бастапқысы белгісіз, но соңғысы белгілі ғой, уже өйтіп өзіміз бере саламыз. Тең 500 болып кетеді, иә? Уже тең 500 деп шығарамыз. Тут уже өзіміз бере алмаймыз. Түсінікті ғой? Тағы сұрақ бар ма? Иә. Түсінікті. Тағы сұрақ бар ма үй жұмысынан? Сұрақ жоқ, кеттік онда. жоқ. Бүгінгі тақырып бізде аталады оқулық газет беті және беттеріне қолданылатын формула. Мына жақта бізде білу керек өзі, так, мынаны бастамай тұрып, бетик. Отак. Сонымен бізде білу керек өзі 1-2 нәрсе бар. Солардың бәрін жазып алайық. Сонымен газет оқулық бетіне қатысты, біріншісі газетке қатысты. Жазып алайық, сонымен газетке қатысты. Газетке қатысты бізде 2 нәрсе бар. Біріншісі, бізде газет беріледі ғой. Газет білесіздер, мынандай бумаганы үлкен бумага болады, ортасы бөлініп тұрады. Мынаның артында бір беті болады, мынаның бірінші беті, артында екінші беті, мынау үшінші беті, мынау төртінші беті, солай ғой. То есть, мысалға, газеттің үстіне бүйтіп жабыстырып қоя берсе, мына беті жоғалып қалса, мына астыңғы бет жоғалып қалса, мына жақ не болады? Мысалға, 3, 4, мына жақ, например, 7, 8 деген сияқты нәрсе болады дегенім ғой. То есть, газет түсінесіздер, мағынасын. 2 парақтағы көресіздер, газет қалай болатынын. Газетте, бір газетте 4 бет болады, сонда. Бет майысып тұрады, 1, 2, 3, 4 бет болады. Енді, газетте 2 жағдай болады. Газеттің өзінде бірінші жағдайында былай, мынаны сұрау мүмкін. Бізге естіп газет беріледі, айтады. Бір бетінде қарасам, А бет дейді. Мына жерде қандайда бір А бет, мына жерде қандайда бір Б бет. Бірінші жағдайда айтады, газетті естіп, көп газет болған ғой, стопка. Целый газет. Сосын оның несі жоғалып қалады. Қалған беттер жоғалып қалады, бірақ беті қалады. Осы бірақ беті арқылы бізге айтады, қанша газет жоғалып қалды, Қанша жоғалып қалды. Қанша жоғалды. Қанша жоғалды десе, нені іздейміз? Ол мына ортасындағы нәрсе, мына ортасындағы нәрсені сұрап тұр. Вот осын сұрап тұр. Бұны біз қалай табамыз? Просто жоғалғанын табу үшін бұдан азайтамыз аны, одан азайтамыз бірді. Формула осындай. Если же, екіншіден, екінші жағдай бар бұның. Екінші жағдайында былай болсын. Осындай газет беріледі, то же самое, Осындай газет беріледі. Мұна бетінде А бет, мұна бетінде Б бет, тоже жоғалып қалады басқа беттер. Бірақ сұрау мүмкін уже қанша бет қалды, То есть қанша беті, бастапқыда қанша бет болған? Бастапқы бет саны. То есть ол нені білдіреді? Бастапқы бет саны деген сөз, ол мына шеті. Но где-то получается ортасында болған бет болған ғой. Вот осыны сұрап тұрады да. Бастапқыда қанша бет болған, соны сұрайды. Оны табу үшін не істейміз? Оны табу үшін біз аға қосамыз бұны, азайтамыз бірді. Аға қосамыз бұны, азайтамыз бірді. Формула осындай. Қазір есепте неге былай қолданамыз, соның бәрін көрсетемін. Например, мынандай мысал болсын. Мысал бір. Мынаны жазып алыңыздар, Мынаны қазір өшірем. Бірінші пункт, газет бетіне байланысты нәрсе. Жазып алдық па? Иә. Забыл.
Көшіре берем, иә? Болады, иә? Ал өшірдім. Иә. Енді, бірінші мысал мынандай. Мынадан шығарғанда бұны бөлек шығады. Мына жақтан да қарай салсақ болады вполне. Бірақ давайте біз өзіміз басынан бүйтіп ашып шығарып шығайық, иә? Мгм. Мгм. Сонымен бізге былай дейді. Бір газет парағында 4 бет болады дейді. Өткенде газеттің бір парағында 8-ші бет и 13-ші бетті болған көрдім. Газетте неше бет бар. То есть, получается, бізде газет бар екен, иә, мынандай. Газет бар екен и бір бетіне қараса, бір бетінде 13 деп тұрады екен. Бір бетіне қараса, бір бетінде 8 деп тұрады екен, иә. Осыда қанша бет болды дейді. Қанша бет бар. То есть, получается, мына жақта бір газет, ортасында газет беттер болған, сыртында газет беттер болған. Соның изначально қанша бет болған сұрап тұр, иә, мынаны сұрап тұр. Оны қалай табамыз? Если формуламен шығарсақ, сыртын тап десе біз не істейміз дедік? Қанша бет жалпы бар десе, екеуін қосып бірді азайта саламыз, иә? То есть, в принципе, оңай. Екеуін қосамыз, азайтамыз бірді. Бізде шығады 20. Есеп шықты. Ну, давайте кішкене ойланайық, неге екеуін қосып азайтамыз, иә? Егер логически шығарсақ, допустим, формуланы білмейміз, ол былай. Мынау 8-ші бет болса, астында қанша бет бар деген сөз? Бет әрине неден басталады? Бірден басталады, иә? 2 сөйтіп неге дейін барады? 7-ге дейін барады. Мұнда 7 бет бар. Дұрыс қой? Бұның папарны оң жақ шетінде де беті бар ғой, оны парақ қой. Мына жағында бар болса, мына жағында да бар. Мына жағында бір деген номер болса, мына жақта тоже какой-то басқа номер, иә? То есть, получается, мынаның астында тоже қанша бет бар деген сөз? 7 бет бар деген сөз, иә? То есть, мына 13 пен мына жақ бітіп тұрады, ар жағында тағы 7 бет бар. Значит, бәрін қосса, қанша бетке дейін барады? 20-ға дейін барады, иә? Мына жақта 20-ші бет бар. То есть, біз 13-ке қостық 7-ні. Вот почему 20 шығады. Вот логикасы осындай. Неге екеуін қосып азайтамыз деген сол. Түсінікті ғой? А если бізге наоборот ортасындағын тап десе, например, мына ортасындағын тап десе, иә? Не істейміз? Екеуін наоборот үлкеннен 13-тен 8-ді азайтамыз 1-ді, иә? Сол кезде бізде шығады 4 шығады екен, ортасында 4 бар. Ну, оно и понятно, иә? 9, 10, 11, 12 деген беттер қалып қалды, иә, ортасында. Вот. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? Сұрақ бар ма? Жоқ апа, түсінікті болды. Мгм. Так, ондай болса, өшірем, иә? Ал, өшірттім. Кеттік ары қарай. Келесінде, мынау сондай. Бұны қарастырдық. Давайте бірінші болсын, қазір өздеріңіз шығарып көріңіздер. 2 минут берем. Даже 1 минут берем. 24-ке дейін давайте. Жарайды, 2 минут берем, 25-ке дейін. Кішкене ойланады екен, де. Подсказка берейін бе кішкене? Иә. Подсказка мындай. Во-первых, кітапты аша салғанда дейді. Я кітапты ашқан кезде любой бетін ашсаң, допустим, кітап тұрады, любой бетін ашсам, мына жақта 102-ші бет болады. Онда келесі бет қандай? 103-ші бет, иә? Любой бетті ашсам, допустим, мына жақ 97-ші бет. Келесі бет қандай? 98-ші бет, иә? То есть, получается, любой бетті ашқанда біреу жұпсан болса, келесі, понятное дело, тақ. Егер тақсан болса, жұпсан, иә? Любой тақсан мен жұпсанның қосындысы бізге нені береді? 90-ды береді. Тақсанды береді. Получается, біз 33-ші бетті аламыз. Вот. Все, подсказка айттым, енді шығарыңдар өздерің. Давайте 1 минут берем тағы, 26-ға дейін. 272 болады ма? Білмеймін, қазір көрейік, 1 минуттан кейін шығарамыз бірге.
екі жүз жетпіс екі 272 дей ма? Бәріңіз 272 шықты ма? Ал Иә. көрейік ал. Сонымен логикасы былай, иә. Сонымен бізде мына жақта какой-то екі сан шығады екен, и оның қосындысы бізге тең екен 31-ден үлкен, 35-тен кіші. 31-ден үлкен, 35-тен кіші қандай сан бар? 32 бар, 33 бар, 34 бар. Дұрыс қой? 33. Үш ақ вариант бар. Біз бағана айттық, любой кітаптың ортасынан ашсаң, екі цифрын қоссаң, бізде шығу керек тақсан. Мыналардың арасына тақсан только 33. Ну, значит, 33 осы екі санның қосындысы. Енді 33 қандай екі тізбектес, енді ол тізбектес сандар ғой, мына 10 болса, келесі 11, иә? 12 болса, 16, 17. неменен санның қосындысы 15. 16, 17 ма? 16, 17 ма? 16, 17. Дұрыс қой? 16, 17-дің қосындысы 33-ті береді. Ну, значит, бірінші беті 16, екінші беті 17. Екеуін көбейтсек, 272 шыға ма? Иә. Ол дұрыс. Логика түсінікті ғой? Иә. Кеттік ары қарай. Вот. Теңдеу арқылы шығарсақ болады, как вариант, тоже мына жақта, иә. Бір беті x болса, екінші сонда x плюс 2. Екеуінің қосындысы 33. 33 екен бағанағыдай логикамен табамыз, сөйтіп теңдеумен шығарсақ болады, как вариант. Енді келесі нәрсе бізге кететін ол мынандай. Кітап беттерін нөмірлеу. Допустим, былай есеп кездескен шығар, иә, мысалға кітапта 156 бет бар, оған қаншама цифр кетеді, немесе наоборот, 578 цифр құртты, оған қанша беті бар деген кезде бізде формуламен шығару жолы бар. Формула дегенде ол оңай формула, иә, тез жаттауға болады. Оны методически шығаратын жолы да бар. Оған уақыт болса тағы көрсетемін, иә, толығымен шығаратын, логически шығаратын жолы бар. Пока формула емес, негізі формуласымен оңайырақ. Ал ендеше қарайық. Есеп шығарған кезде біз қалай қолданамыз? Бізде екі жағдай болады. Бірінші жағдай, ол бізде цифрдан бетке өткен кезінде. Цифрдан өтеміз бетке, иә? Формула бізде мынандай. Мынау бізде цифр, мынау бізде бет. Цифрдан бетке өткен кезде, егер цифрымыз бізде мына аралықта жататын болса, 10-нан 189 цифрдың арасында жататын болса, бет табу үшін формулада x қосылған 9 бөлеміз 2-ге. Егер де x-іміз бізде жатса, кіші немесе тең болса 2889-дан, үлкен немесе тең болса 190-нан, ондай болса формула бізде 2 қосылған 9 қосылған 99 бөлеміз осыны 3-ке. Келесі, егер де x-іміз жатса бізде 2890-нан, кіші немесе тең болса 3889-дан, вот так, иә? 38889-дан кіші болатын болса, онда болса формула x қосылған 9, қосылған 99, қосылған 999-ды біз бөледі екеміз 4-ке. Формула, в принципе, осындай. Негізі қатты қиын емес, өте оңай, иә? Қолданғанда қалай қолданылады? Қолданғанда былай. Мысал бір, қолданған кезде былай істеткенбіз. Допустим, бізге айтады, есепте бір кітапты нөмірлеуге бізде мысалғы айтады 396 бет қолданылады дейді. 396 цифр қолданады дейді. Осыдан дейді, қаншама бет пайда болды дейді. Не істейміз? Цифрдан бетке өтіп жатыр. Значит, осы формула қараймыз. 396 қай аралықта жатады? Мына аралықта жатады ғой. 190-нан үлкен, бірақ 2889-дан үлкен емес, е. Значит, мына екінші аралықта. Значит, формула бізде мынаны қолданады екенбіз. X-тің орнына апарып 396-ны қоямыз. Сонда 396-ны қосамыз 9, қосамыз 99, бөлеміз 3-ке. Болды, осыны есептей саламыз. Сонда 396-ны қосамын 9, қосамын 99, бөлемін 3-ке. 168. Получается, 196 цифрмен 168 бет шығады екен. Енді мынау формула вполне логичный, кім түсінбей жатыр, ол мынандай нәрсе ғой. Мысалға 1-ден 9-ға дейін әрбір бетке, соответственно, бір-ақ цифр кетеді, бір цифр, екі цифр и так далее. Бірақ 10-нан бастап, ары қарай, мысалға 10 деген бет болса, 2 цифр қолданылады, 1 деген цифр, 0 деген цифр. 196 бетте 3 цифр қолданылады. То есть қолданып жатқан цифрлар саны әрдайым беттің санынан көп, е. Вот логикасы осыда ғой, е. Енді келесі жағдай, егерде бізге беттен цифрға өтсе, то есть получается беттің санын береді, допустим 210 бет и так далее. Осыдан қаншама цифр болады дейді. Тоже формуласы бар. Формуласы мынандай. Бет берілсін. Бізде беттен цифрға өткен кезде бөлінеді 2 таңбалы, 3 таңбалы,
и 4 таңбалы. Таңбалы деген сөз, типа бір бетте 2 цифр қолданса, бір бетте 3 цифр қолданса. Например, 10-нан 99-ға дейін 2 таңбалы, иә, сандар, 2 таңбалы беттер. Там 100-ден бастап 999-ға дейін 3 таңбалы деген сөз. 2 таңбалы болған кезде формасы қандай? 2 көбейтілген x минус 9. Мұнда 3 көбейтілген x минус 9 минус 99. Мұнда 4 көбейтілген x минус 9 минус 99 минус 999. Допустим, мысал 2. Бізге былай дейді. Бізде 381 не бар, бет бар дейік. Осыған қаншама цифр кетті дейді. 381-де неше цифр бар? 3 таңбалы сан, иә? 3 таңбалы сан болса, вот мына формула. Просто x-тің орнына апарып осыны қоя саламын. Сонда жазамын 3 көбейтілген 381, азайтам 9, азайтам 99. Ал есептей саламыз. 3-ті көбейтемін 381-ге, азайтам 9, азайтам 99. Бізде шығады екен 1035. Получается, 1035 цифр кетеді екен, иә? 381 бетке 1035 цифр кетеді екен. Жауап осындай. Түсінікті ғой формуланы қолдану? Иә. В принципе, оңай. Енді бізде бұның Қазір күте тұрыңызшы, ауыстырмай. Жазылады. жоқ, ауыстырмаймын. Кішкене былай төмен түсіремін. Өтіп кеткен ғой. Енді бізде есепте мынау тұра берсін, жазып алыңыздар мынаны. Мысалдарын ғана кішкене өшіре саламын. Жазып скрин жасап алыңыздар. Апай, мысалы 190 цифр бар десе, онда ортасынан аламыз ғой, да? 190 цифрды алса, иә, өйткені кіші немесе тең тип. 190 включительно екінші кіріп кетеді. Бұл барлық есептерді қайталау ма, әлде кітаптың бетін анықтауға байланысты есептер ма? Кітаптың бетін анықтауға есептер. Иә. Сондай. Здесь важный момент, есепте всегда шыққан беттің саны всегда кіші немесе тең цифрлардың санына. То есть, получается, есепте, егер саған беттен цифр тап, неважно, цифрдан бетке тап, если шыққан результатымызда цифрымыз бізде беттен кіші болып қалса, например, ол есеп дұрыс емес, значит. Дұрыс емес шығарыңыз деген сөз. Есепте всегда цифр үлкен болады беттен. Иә? Так, жазып алдық па? Мысалдарды өше берсем бола ма? Иә. Так, мысалдарды онда өше беремін. Бізде есептерде мынандай болады, мынау идеальный случайда, то есть есепте мысалға айтса, осыншама бет, қаншама цифр кетеді и так далее. Есепте иногда былай келуі мүмкін. Кітапты 3-ші беттен бастап нөмірледі деп. Мысалға бізде де білеміз ғой, мектептен кейбір кітаптарда алғашқы 3 бетінде ата мұра бір нәрсе деп тұрады да, нумерациясы жоқ. Бірақ бет бар. Вот сондай жағдайларды айтады. Ондай болса не істейміз? Ондай болса біз былай істейді екенбіз. Сонымен, егерде, иә, мына жақта пунктпен жазып қойып. Сонымен, 3-ші жағдай демей қойық. Бір штрих жағдай дейміз ба? Вот осылай дейік. Бір штрих жағдай. Бізде егерде бізге цифрдан бетке өткен кезінде, иә? Цифрдан өткен кезінде бетке. Звукты өшіріп қоясыздар ма? Егерде бізге цифрдан бетке өтетін болса, и есепті бет жазып қойса, m-ші беттен басталады десе, m-нен басталады, иә? m-ші беттен басталады деген сөз, ол типа 3-ші беттен басталады, 2-ші беттен бастап нөмірлеп атыр деп. Или кітапты ашса, нөмірленген алғашқы беті 5-ші бет деп тұру мүмкін. В общем, сол беттен басталып атыр деген сөз ғой. m-ші беттен басталады, сосын n цифр құртылды, иә? Осыда қаншама бет бар деген келетін болса, иә? Қаншама бет бар. Ондай болса, жазған кезде не істейді екенбіз? Бірінші шаг, біз бұл жерде, бүйтіп қойын, иә? n-ді қосып алады екенбіз m-1-ге. То есть, получается, цифрлардың санын қосып аламын m-1-ге. Екінші шаг, мен осыны апарамда формулаға қоя саламын. Қай формула? Цифрдан бетке өтетін формулаға қоя саламын. Мына формулаға. Шыққан санды. Екінші жағдай, егерде бізде беттен цифрға өтіп атыр, тоже m-нен басталады десе, m-нен басталады, мысалға k деп аласыздар, шатаспау үшін, k бет дейсің, қаншама цифр болады десе.
Ондай болса, біз былай істеткенбіз. Бірінші шаг, біз бұны формулаға салып аламыз. Иә, формула. Беттен цифрға өтетін формаға салып аламыз. Иә. Одан кейін осы мәнді апарамыз да, шыққан мәннен азайтамыз. Азайту m-1-ді. Вот логика осындай. Неге істейді? Негізі вполне логично, бұл прям жаттайтын нәрсе емес. Логикасы былай. Цифрдан бетке өткен кезде бізде былай ғой. Мысалғы, 10 кітабымыз 9 беттен тұрады дейік, допустим, оңай түсіну оңай болу үшін. 9 беттен тұрса, сәйкесінше 1-ден 9-ға дейін, соответственно, 9 цифр қолдану керек, логично. Бірақ оның егер алғашқы 2 бет нөмірленбесе, 1 деген нөмірі жоқ, 2 деген нөмірі жоқ, 3-тен бастап нөмірленіп кетті ары қарай. Қанша цифр кетті? Кешіріңіз, басын айтып жібересіз бе? Дұрыс түсінбей қалдым. Или Бізде былай дейді, мысалғы, кітабымыз 9 беттен тұрсын, иә? 9 беттен тұрсын. 9 беттен тұрсын, бірақ алғашқы екеуін нөмірлемеген. Мына жақта цифр жоқ, бірақ бет бар да, бірақ цифр жоқ. Атамұра бір бәле деп тұрады, мысалы. 3-ші беттен бастап нөмірленген. Қанша цифр қолданған? 7 цифр қолданған, иә? Бірақ изначально 9 бет бар, дұрыс қой? То есть, получается, маған 2 цифр жетіспей тұр да. Логикасы сонда қандай мына формуланың? Цифр береді ғой, сол нөмірленмеген беттеріне өзім цифр қойып аламын да, пусть сол жақта цифрлар болсын деп. Допустим, сол жақта цифр бар, иә? Сол үшін m-1-ді қосып аламын. Қосып аламын да, потом цифрдан бетке формаға салсам, қанша беті бар, сол шыға келеді. Ал егер наоборот беттен цифрға өткен кезде m-нен басталады десе, біз бірінші қанша бет бар, соның целым цифрға өткізіп алған кезде, мысалғы 100 бетке дейін толығымен қаншама цифр кету керек, соны тауып алады да, типа негізінде қаншама цифр кету керек, соны тауып аламыз. Бірақ ол, допустим, какой-то 3-ші беттен бастап нөмірленсе, бастапқы 2 беті лишний цифрлар белгіленбеген, иә? Цифрлар қолданбаған. Значит, ол қолданбаған цифрларды азайтып тастасаң, как раз таки қолданған цифрлар шығады да. Вот сондай нәрсе. Но енді бұны жаттасады десеңіздер, просто бүйтіп жаттап алсаңыздар болады, формуламен. Формуласы осындай. Енді давайте мына жағдайға мысал қарастырайық. Мысал былай болсын. Мысалы, так, мысал 3, мынау. Бізде цифрлар дейді, 716 цифр кеткен дейді. Кітабымыздың беті 2-ші беттен басталады дейді. Осыдан қаншама бет бар дейді. Не істейміз? Цифрдан бетке өтіп жатыр, цифрдан бетке өтсе, бірінші шаг не істеймін? Мен просто 716-ға вот n-ға қосып алам m-1-ді, то есть 2-1-ді қосып алам. Сонда 717 шығады. Екінші шаг аламда не істеймін? Цифрдан бетке өтетін формуға саласылам. 717 ол наралықта жатады, так, қайтадан. Значит, мына формуланы қолданамын. Сонда 717-ні қосамын 9, қосамын 99, и осыны аламда, так, 717-ні қосамын 9, қосамын 99, осыны аламда 3-ке бөле салам. Болды. Сонда есептей салсақ, бізде 275 шығады, иә? Получается, бізде 275 бет кеткен екен. Так, мысал 4-те былай дейді. Мысал 4-те былай дейді. Бізде беттер саны берілсіне, бізде айтады, кітаптың дейді 224 беті бар дейді. Ол кітабымыз бізде 3-ші беттен бастап нөмірленсін. Осыған қаншама цифр кетеді дейді. Бірінші шаг не істейміз? Просто беттен цифрға өтетін формула қолданып аламын. 224 ол 3 таңбалы, мына жақтағы, значит, мына формуланы қолданамын. X-тің орнына апарамда 224 қоямын. 3 көбейтілген 224, азайтамын 9, азайтамын 99. Бізде шығады 564. Вот. Екінші шаг, енді осыдан, осы шыққан мәннен, то есть 564-тен, азайтамын m-1-ді, то есть азайтамын 3-1-ді. 3-1 2, 564-тен 2-ні азайтсаң, 562. Получается, 562 цифр қолданған екен. Түсінікті ғой? То есть есепте бізде бірінші беттен бастап нөмірленген десе, или просто осыншама беті бар, қанша цифр кетеді деп айтса, мынаны қолдана береміз. Егер бір бәлесінші беттен басталды десе, уже мынамен қолданамыз. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? жаңа айтқан сөзіңізді қайта айтыңызшы, ана формуланы қайдан? Бірінші неде тек қана саннан басталатын болса, онда бірінші беттен басталып, қанша бетке дейін орындалса, онда оны бірінші формуланы қолданамыз. Ал тек қана мысалы 50-ші бет болды, неше цифр кетті десе, онда екіншісін қолданамыз, да? Жоқ, есеп не важно, 50-ші цифр дегенде есепте в целом бірінші беттен бастап нөмірленген деп айтса, или вообще қай беттен басталғанын айтпаса, мынаумен шығара береміз, иә? Егер есеп 3-ші беттен нөмірленген, 5-ші беттен бастап нөмірленген десе, вот астыңғысымен, иә? Түсінікті ма? Жазып алайық, скрин жасап алайық, жазып аламыз. Жазып алдық қой, жүре берсем бола ма?
Иә. Так, өлшей беремін. Болды, ондай болса кеттік, есеп шығарамыз. Так. Мынаны шығардық. Вот мысалға мынандай мысал есеп. 92-ші бет. Мынау енді логический шығару жолы. Логический шығару жолы бізге керек емес. Біз шығарамыз бұны. Немене? Шығару жолмен. Давайте мынаны шығару жолмен шығарып шығыңыздаршы. 175 бола ма тексеріп көріңіздер. Бізге не дейді? 92 бет бар. Бірінші беттен бастап нөмірленген десе, обычный формула саласың, бірден. Цифрдан бетке, беттен цифрға деген. Шығарып көріңіздер. Тоже 1 минут 42 дейін давайте. Тексеріп көріңіздер. Иә, сонша шыға деген 9,18. 89, 49. Бәріңізде солай шықты ма? Шыға ма екен Иә. Жақсы. Жаңа анау формулаға қойсаң, тура солай шығады екен. Кеттік, ондай болса екінші сеп. 2 минут берем. 44-ке дейін шығарып көріңіздер тоже. 44. Мына жаңа екінші формуланы пайдаланамыз ғой, да? N плюс N минус бар деген. Кейін қарайық. Не дейді? Бірінші беттен бастап нөмірленген дейді. Значит, нені қолданамыз? Обычный, е? Бірінші бет десе, ешқайсысын секіріп кетпеген ғой. Нормально тұр, е? Обычный формула қолданасыз. Бұл вариант. Так, жатырайық, қалғандарын шығып кетейік. Апай, сонда бұларды қай формулаға саламыз? Жаңа n плюс n минус 1 дегенге ма? Соны есептеуін көрсетшеңіз. Цифрдан бетке, беттен цифрға. Жоқ, m плюс m деген ішінде там это, если айтса, 1-ден емес, 2-ден, 3-ден деп басталса, соншасыншы беттен десе ғана қолданамыз. Если бірінші беттен десе, обычный просто сразу бағанағы 2 кестеге сала саламыз. Или если бір нәрсешінші беттен басталды деп айтпаса да, по умолчанию соған сала саламыз. 1152 шықты. Менде де солай шықты ма? Иә. Так, давайте бірге шығарайық. Не дейді? Кітапта 420 бет бар дейді. Значит, беттің саны 420. Бірінші беттен басталады, нөмірленеді и так далее, не істейді, цифрларын тап дейді. Значит, беттен цифрға өткенін табамыз, е? Беттен цифрға дегісінде бізге 420 3 таңбалы, е? 3 таңбалы болса формула қандай еді? 3-ті көбейтеміз 420-ға, азайтамыз 9, азайтамыз 99. Болды? 420 көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 99, азайтамыз 1152. 1152 шығады екен. Болды? Бұл вариант. Түсініп па? Кеттік келесі. Үшінші сеп, ал шығарып көріңіздер. Тоже 2 минут. Но уже М дегеннен басталады, иә? Үшінші беттен басталып тұр еді ол. Содан басталады. 9. 540. N дегеннен басталса, сонда мен қате есептеп отырмын, мынау емес. Микрофонды өшіріп сөйлейікші. Бұның есептеуін көрсетшеңіз. Так, қазір 46 болсын. Есеп қазір шығарып көрейік, потом көрсетемін.
540 бола ма апай? 540 шығып жатыр. 540 шығып жатыр ма? Ал давайте тексерейік, иә? Бәрімізде 540 шықты ма? Тағы қандай варианттар бар? Білмеймін. 538 емес па? 38 с шығады. Так, Вариант. 538, еш 540. Ал давайте шығарайық. Сонымен бізде кітапта осыншама бет бар. Жазамыз бет 216, иә? Үшінші беттен басталады дейді. Значит, m тең болып тұр 3-ке, иә? Барлық беттерін белгілеп шығу үшін неше цифр қолданады дейді. В первую очередь бұл бізде беттен цифрға өтеді, иә? Потом беттен цифрға өткеннің ішінде бұл бізге m-ші беттен басталады дейді. Бірінші не істеуші едік? Бірінші шаг просто беттен цифрға өтетін формуламен жасап аламыз, шығарып аламыз, иә? 512 не істейміз? 212-ні көбейтеміз. 3 көбейтілген 212, азайтамыз 9, азайтамыз 99, так? До конца бармаппыз ғой. Аха, иә. Есептеп алсақ, 538 ғой. аха. Анда жерден 540 шығады. Көрейікші, менде вообще басқаны шығып кетті. Дұрысым шығар жерім бе? 210, Апай 219 19 емес, 16. иә, 216. 216-ны көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 9, азайтамыз 99. 540, иә? 540. Енді второй шаг не істейміз? Осы шыққан мәнге азайтамыз m-1-ді. То есть 540-тан азайтамыз 1-ді. То есть 2-ні азайтам, иә? Сонда 538. Вариант. Так, онда сұрақ бар ма? Түсінікті ғой жүре берем, иә? Кеттік ары қарай. Төртінші сеп тоже 2 минут берем. 49-ға дейін ал шығарып көріңіздер. Мына формуладағы нені жаңа айтқан жоқсың, мен естімей қалдым, соны айтып бересіз. Қай формула? m деген не, n деген не? n плюс m-1 дегенде. m-нен басталады. n деген біз бет дедік. k деген біз цифр деп. 33. n бет, m Нен басталады дейді. Үшінші беттен басталады болса былай. қай беттен басталуы? Так, уақыт топта есеп шықты ма? 33. Қанша шықты? 30 шықты апай. Ал, давайте тексерейік. Былай дейді, кітаптың барлық бетін нөмірлеуге осыншама цифр. 57 цифр кетті дейді. Бетін анықта дейді. Нөмірлеу бірінші беттен болса, просто формула саламыз, иә? 57 болса бірінші аралыққа кіреді, 10 мен 189-ның арасы деген. Ол жақта формула x плюс 9 бөлінген 2. Получается, 57-ге қосамыз 9, бөлеміз 2-ге, иә? Қоссақ 66 шығады, 66-ны 3-ке бөлсек 33 па? Д вариант шығады, иә? Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Иә. Түсінікті, иә? Ал, кеттік. Так, келесі сеп. Так, 5-ші сеп. Тоже 2 минут берем, шығарып көріңіздер 52-ге дейін.
69 ба? Так, уақыт болыпты. 69-ды тағы қандай вариант бар? 69. 69 шықты ма бәрімізде? Ал давайте тексерейік, иә. Кітаптың бетін 3-тен бастап нөмірлеуге осыншама цифр кетті. Значит, м тең 3, цифрлар саны 127, кітаптың беттерінің санын табыңыз. Беттерінің санын табыңыз. Енді мына жақта біз не істеп жатырық? Уже цифрдан битке көшіп жатырық, иә. Цифрдан битке көшкен кезінде бірінші шаг не істеуші едік? Үлкен кіші ма, соны біліп алу. Бірінші шаг, мына жерде мына үшінші беттен басталады деген жағдай болса, бірінші шаг не істейміз? n плюс n минус 1, иә. То есть получается, мына беттерге қосып аламыз, 127-ге 3 минус 1. минус 1-ді. Мына 129 болады. Екінші шаг просто цифрдан бетке өтетін формулаға сала саламыз. 129 ол бізде қай аралыққа кіреді? Бірінші аралыққа кіреді. Бірінші аралықтың бойынша 129-ды қосамыз 9-ға, бөлеміз 2-ге, иә. Болды. Не болады? 138-ді 2-ге бөлсек, 65, 69 ба? Болды, есеп шықты. Түсініп ма? Өше береме онда. Кеттік ары қарай. Так, келесі 6-шы есеп. Ал шығарып көріңіздер. Кітаптың бетін 3-тен бастап нөмірлеуге 580 цифр кеткен. Беттердің саны тоже 2 минут 55-ге дейін. Екі жүз отыз бола ма апай? Так, қазір 230-ге. Так, уақыт болыпты, есеп шықты ма? Қанша дедік? 230. 230. Ал давайте бірге шығарайық. А варианты дейді. Кітаптың бетін 3-тен бастап нөмірлеуге дейді. Цифрлар саны 580. Значит, не істейміз? Цифрдан өтеміз бетке. Еще m-нан басталады деген жағдай, иә. Цифрдан бетке өткен кезде бірінші шаг не істейміз? 580-ге қосып аламыз, иә. m минус 1-ді, то есть 3 минус 1-ді қосып аламыз. Сонда 582 болады. Екінші шаг цифрдан бетке өтетін формула сала саламыз. 582 ол екінші интервалға келеді, иә. Сонда 582-ге қосамыз 9, қосамыз 99, бөлеміз 3-ке деген формула, иә. Ал есептейік. 582, қосамыз 9, қосамыз 99, бөлеміз 3. 230 шығады екен, иә. Дұрыс, 230. Түсінікті ғой бәрімізге? Иә. Иә, түсіндім. То есть, главное, формула жаттасаң барлығы однотипные шығара бересің, оңай. Так, 7-ші есеп. Тоже шығарып көрейік. 2 минут беремін, 58-ге дейін. Ал шығарып көріңіздер.
Е жауабы болады апай. мүмкін қазір көрейік. Бір минутте тұрайық. Так, пландарымызда шықты ма? Иә, 1310. Бәрін Иә. жинап алдыға шығара берейік, иә. М тең 3 дейміз. Цифрлары 4131, бет керек. Табу керек. Беттен цифрдан бетке өту, иә. Цифрдан бетке өту болса, бірінші шарт не істейміз? Бірден 4131-ге қосып аламыз. 4131-ге қосып аламыз 3 минус 1-ді. 4133 болады, иә. Затем 4133-тің формуласын саламыз. 4133 цифрдан бетке өтетін формулада 3-ші интервалға кіреді, ең соңғы интервал. Значит, 4133-ке қосамыз 9, қосамыз 99, қосамыз 999, бөлеміз 4-ке. М-нің астында не деп жаздыңыз? М-нің астында Y па или? Цифр ғой. А, 4133, 9, қосамын 99, қосамын 999 тең болады. 5240, бөлемін 4-ке. 1310 екен, иә? Түсінікті ғой? Иә. Ары қарай. мгм. Так, ну и так далее. Ну, в принципе, болды, есеп бітті бүгінге. Үй жұмысында мен жіберіп қойдым сіздерге. Ол үй жұмысында ссылка болмайды. Кәдімгі фотодағы есеп, жауаптармен тұр, иә. Вот мына есептерді шығарамыз. Бұл есептер соңында жауап бар, жауабымен жіберемін. Шықпаған есептер белгілеп алыңдар. Келесі сабақта алғашқы эпизодымен соны талқылаймыз, иә. Болды, сонымен бүгінге бала сабақ бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Түсінікті. Бәрі түсінікті. Апай, сіздің жұмыс сабақтарыңыз қай жерде тұр? Басқа апайлардікі түрсіздігі жоқ қой? Болу керек негізі. Білмеймін, куратордан сұрап көріңізші, негізі болу керек. А видеоны көрген сайын ашыла беру керек, ол жаңадан ссылка ретінде. Кейін шыға береді сөйтіп. Болды, сұрағыңыз? Жақсы апай, сау болыңыз. Рахмет апай, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.